Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Қандай сорлы халық едік. Қандай бейшара халық едік. Қандай қарғысқа қалған халық едік. Міне, зұлымдықтың бәрін жасап, екі империя екі шетіңнен жұлып жейін деп отырса, ойын күлкі. Тиктокты, инстаграмды ашқаннан ұяласың. Тиктокты, инстаграмды ашқаннан ұяласың. Мәз майрам, құтырған, билеген қал. Жер бетінде қазақтың тойындағы қазақтың биінен сүйкімсіз би көрген жоқпын. Мен әлемнің қаншама елінде болып жатырмын. Америка, Еуропа, Арабың, шығыс халқы, Азия бәрін көрдім. Осы қазақтың тойындағы биден сүйкімсіз би көрген жоқпын. Не бір ұлттық би емес, не бір қатқан Еуропа, Американың би емес. Әйтеу бір маймыл қазақ барады да, енді анау кәрі шалы да, кемпір де, фигурасы бары да, фигурасы жоғы да, ырбаң тырбаң билегенде, мына жындының бәрі маймыл болып кеткен ба деп ойлайсың. Америка билесе жарасып тұр. Бұл қазақ біресе тау халқын еліктейді, біресе орыс. Түсінбейсің, өзінің орнын таппай жүрген біреу. Біресе сарт құсап, аяғы күйген тауық құсап, шоршаң етеді. Білмейсің әйтеу, секек қалың қазақ. Өзінің кім екенін біле алмай жүрген сорлы қазақ. Шынында ашынышты. Өте ашынышты. Өте ашынышты. Өте қорқынышты. Ойлаудың өзі қорқынышты. Ойлаудың өзі жүрекке ауыр тиеді. Мынау қазақтың қылығын көріп шошисың. Өте қорқынышты. Өстіп, далаң етіп, дараң етіп, ән би айтып, тойлап, билеп жүріп, орысқа да, Қытайға да құл болып, сорлайын деп отырсың ау, сорлы қазақ. Әлгінде күртті мысал келтірдік. Жойылып кетті күрт. Там-тұмдап, жүрегінде бір, там-тұмдап ұлттық намысы қалған азғантай қарулы топтары ғана қалды. Оның өзі сайда саны құмдазы жоқ. Болары болып бояуы сіңіп, жерін 4 мемлекетке бөлшектеп бергеннен кейін енді жанталасқаны не? Еуропа мен Америка қолдаған сыйды, бәрібір одан қайыр болып тұрған жоқ. Қолдаған сып, көмектескен сыйды, болды, одан қайыр жоқ. Қорқынышты. Өте қорқынышты. Ойланайық шыққалың елім. Мына қазаққа дін айтсаң, қазір қиын. Себебі діннің өзін тасталқан қып жіберді. Сол діндарлардың өзі билікшіл, Назарбаевшыл, Тоқаевшыл болып, өзі діннің қадірінде кетіріп болды. Себебі дін тонын жамылған кезінде Совет кезіндегі КГБ-ның қызыл балақ иттері еді. Олар кезінде, Совет кезінде осы діннің тонын жамылған сұмырайлар болады. Енді КГБ-ның қызыл куәлігін қойнына қысып отырғаннан пайда болмай қалған кезде, аяқ астынан әлхамдүліллясын үйіріп, бәрі діндар болып шыға келді. Жұмада мешітке кіріп, жамағатқа имам болып, намазын оқып алады да, сенбі күні 100 грамм ішіп қойып жүрді сол кездегі мүфтиларыңызда. Енді сол моды болды. Қазір ана сектасы бар, мына сектасы бар, әлхамдүлилля нұрбасы, елбасы жасасын, дінбасы жасасын деп оттап жүрген сол сұмырайлар, діннің тонын жамылып, қазақтың қанын теспей сорған қанаушы таптың бір тобына айналды.
және ұлттық қауіпсіздік комитетінің идеология бөлімшесіне айналды. Әрине мен бұл жерде бүкіл діндерді айтпаймын. Қарапайым өз үшін, өзінің ол дүниелік үшін жүрген қалың қазақ бар, ол бар. Бірақ жаңағы сұмырайлар ол дін тонын жамылып, молда боп, имам боп, мына ауылдан 10 сотық жер, ана ауданнан 20 сотық жер алып, тойханасын, бизнесін жүргізіп, министрлердің, әкімдердің, полицейлердің, мәнсәптілердің 60-70 нәзірін, 40-ын, 7-сін, 3-тігін, жылдығын өткізіп, баласына айғайлап, азан шақырып, ат қойып, сөйтіп жан бағыстап жүр. Оларға қазақтың мүддесі керек емес. Анау жұлдыз болып жүрген TikTok имамыңда Қытайдағы қазақтардың мәселесі, Қытайдың ішкі мәселесі дегені бүкіл әлеуметтік желіде тұр. Менің Фейсбугымда да тұр, TikTokымда да, анау Инстаграмда да тұр. Тіпті ол киембіден жаман, аузынан ақ көбік ағып, екелдің достығын бүлдірмеңдер деп оттағанын мен лекциямда айтқанмын. Бұл қазақ сол. Ол бар болғаны киембінің жобасы. Немесе өкпелеп қалды. Өкпелеп қалды, облыстың имамы болып шіреп, отыру керек еді, айына бәленбай $100,000 табыстау. Қажылықтан табыстау. Содан өкпелеп қалды. Параны көбірек берген бірі, хадияны, халал хадияны көбірек берген бірі өтіп кетіп ол қалып қалды. Енді өтірік ары бері далбасалап жүреді, ертең алып кеп, әй сен мына баршы мына Павлодарға имам болшы десе, ой Павлодарда орыс көп, мұсылманы енді сол жерде имам болып, сосын ауыстырам ғой дейді, болды, бітті. Сосын өне өшеді. Кембінің жобасы. Неге? Қалған қолдан жасалған құдайлардың бет-бедел абырой төгіліп болды. Енді қолдан тағы тыңнан бір құдай жасау керек. Тыңнан уағызшы жасау керек. Оқабис, соқабис, зікірші, мікірші, ана пір, мына әулие дегеннің бәрі абырой айрандай төгілгеннен енді қазақты нандыру үшін қолдан бір жұлдыз жасау керек. Менің сөзіммен айтқанда, қолдан бір адам құдай жасау керек болды. Міне әңгіме қайда. Бұл қазаққа енді дінді қайтып уағыздайын дейсің. Өткенде бір ағамыз айтты, көп көрім жұмаға барып жүреді, ара тұра, сенбіді ішіп қойып, сен дінді айта беріп, мен жұмаға барғым келмей қалды. Айналайын, мен дінді жамандамайым дедім. Мен сол дінді жамылып алып, халықты аздырып жүрген ана мұнафиқтерді жамандаймын. Дінде кінә жоқ. Дінде кінә жоқ. Дін таза, дін пәк. Соны құрал қылып отырған сұмырайлардай. Сон барғым келмей қалды дейді. Менің кінәм ба? Кім дінді ұстаса өз үшін ұстайды. О дүниелік үшін ұстайды.